Адамдар түсінде не көрсе, өңінде сол болуы мүмкін деген қағидаға сеніп жатады. Ал түсінде әлдекімнің сөзге келіп қалсаңыз, немесе түсіңізде қайтыс болған адаммен ұрыссаңыз, ол ненің белгісі болуы мүмкін? Осы орайда түс көру каналы аталған тақырыпты төңірегінде белгілі түс көрушілердің болжамын назарларыңызға ұсынамыз. Мысалы, түсінде жас адам ұрсып жатса, онда көп ұзамай өміріңізде сәтсіздіктер орын алады деген сөз. Ал тұрмыстағы әйел түсінде ұрыс көрсе, онда ол өңінде жұбайымен ұрсып қалуы мүмкін екендігін білдіреді. Егер түсіңізде басқа біреулердің ұрсып жатқанын көрсеңіз, ол жамандықтың белгісі, демек өмірде, жұмыста немесе бизнесте қиындықтарға тап боласыз деген сөз. Түсте ұрсу біреуден көңіліңіз қалады деген сөз. Егер түсіңізде басқа бір адамдардың ұрысқанын көрсеңіз, онда жақындарыңыздың көңіліңіз қалып, қиындықтарға тап боласыз деген болжам бар. Түсіңізде бейтаныс адаммен ұрсып жатсаңыз, онда жақын арада біреумен танысып, онымен достасасыз деген сөз. Түсіңізде қайтыс болған адаммен ұрсу да жақсылықтың белгісі емес. Демек, отбасыңызда ұрыс-жанжал орын алып, өміріңізде қиын сәттерден бастан кешіресіз деген сөз. Түсіңізде жұмысыңыздағы басшыңыз сізге ұрсып жатса, онда жұмысыңыз күрт көбейіп, қауырт қызметтің астында қаласыз деген сөз. Немесе жұмысыңызды өзіңізге ұнамай, көп ұзамай оны ауыстырасыз деген сөз. Егер түсіңізде танымайтын адаммен ұрссаңыз, онда сізге жаңа хобби пайда болады деген сөз. Егер жас бойжеткен түсінде сүйіктісімен ұрсса, онда ол өмірінде жақын адамынан немесе қымбат бағалы заттан айырылады деген сөз. Ислам түс жорулығына сәйкес түсіңізде ұрыс көру қиындықтың, жамандықтың немесе алаңдаушылықтың белгісі. Егер түсіңізде басқа адамдардың ұрысқанын көрсеңіз, онда өміріңізде қиын жағдай орын алады деген сөз. Көп жағдайда ол отбасыңыз, жұмыс немесе қаржылық байланысты болуы мүмкін. Егер түсіңізде ағаңызбен ұрсаңыз, демек отбасында кикілжіңдер болады деген сөз. Сол үшін туған-туысқандарыңызбен қарым-қатынасыңызды түзеп, мүмкін болса кешірім сұрағаныңыз абзал. Түсіңізде анаңызбен сөзге келу, демек сіз оны қатты жақсы көресіз деген сөз, және оның денсаулығына алаңдап жүресіз, немесе анаңызды шынымен денсаулығына көңіл бөлген жөн. Егер сіз түсіңізде біреумен айғайласып ұрсып жатсаңыз, онда сіз жыныстық қатынасқа қатысты өміріңізде көңіліңіз толмай жүр деген сөз. Ал егер түсіңізде біреу сізге ұрсып жатса, онда сізді біреулер жыныстық қатынасқа түсуге итермелейді деген сөз. Түсіңізде өмірде ұрсып қалған сүйіктіңізбен ұрсып жатсаңыз, онда көп ұзамай татуласасыз деген сөз.